Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дәл пиццериядағыдай небәрі 7-8 минуттың ішінде пісіп шығатын осындай керемет маргарита және де пепперони пиццаларын жасайтын боламыз. Пиццаның қамырын қалай идеальный етіп, жұп-жұмсақ етіп илейміз және де кетчуп майонезсіз өзінің идеальный соусын да жасайтын боламыз. Сонымен қатар қандай ірімшік қолданамыз барлығын мұқият асықпай түсіндіріп көрсетемін. Сондықтан видеоны өткізбей соңына дейін көріңіздер. 2 пиццаға қамыр илеу үшін 175 грамм жылы суға 1 шай қасық ашытқы және де 1 шай қасық қантты қосып араластырып, бетін жауып кішкене көпіргенше 5 минутқа қойып қоямыз. Одан кейін 350 грамм ұнның үстінен осы сұйықтығымызды құямыз және де пиццаның қамыры жұп-жұмсақ әдемі болу үшін 25 грамм зәйтүн майын құямыз. Зәйтүн майы, яғни оливковое масло табылмаса, орнына күнбағыс майын қоссаңыздар да болады. Енді кішкене жарты шай қасықтай тұз салып, араластырып, қамырымызды жайлап илеуді бастаймыз. Басқа артық ештеңе қоспаңыздар, осы көрсетілген мөлшер бойынша жасасаңыздар, сіздерде идеальный жұп-жұмсақ қамыр иленіп шығады. Ешқандай іртік, түйіршік қалмайтындай етіп жақсылап илеп алыңыздар. Қамырдың жақсы көтерілуі ашытқыға да байланысты, сол себепті ашытқының барынша мерзімі өтіп кетпеген сапалы түрін қолданыңыздар. Мінекей осылайша бізде жұп-жұмсақ әдемі қамыр иленіп шықты. Енді осы қамырымызды пакетке салып, бетін жауып, жарты сағат уақытқа қойып қоямыз. Жарты сағат уақыт өткеннен кейін біз қамырымызды қайтадан ашып көреміз. Көріп тұрғандарыңыздай кішкене көтеріліп қалған. Енді осы қамырымызды теңдей 2 бөлікке бөліп аламыз. Көз мөлшерімен бөлсеңіздер де болады, немесе дәл осылай таразымен өлшеп бөлсеңіздер де болады. Енді өлшеп алғаннан кейін осылай қолымызбен дөңгелек формаға келтіріп, илеп жаңағы ыдысымызға қайтадан саламыз. Енді осы қамырымыздың үстінен біз бір шай қасықтан үстерінен зәйтүн майынан құйып шығамыз. Қазір біздің қамырымыз тағы да көтерілу барысында бір-біріне жабысып қалмай, өте әдемі, нәзік болып тұру үшін осылай міндетті түрде майлап аламыз. Енді орталарына қаласаңыздар жабысып қалмас үшін шанышқы қойсаңыздар да болады. Мен осылай қойып алдым. Енді жаңағы маечка пакетпен бетін жауып, тағы да жарты сағатқа немесе 45 минут уақытқа қойып қоямыз. Жылы жерге қоямыз. Ал оған дейін біз пиццаның оригинал соусын дайындаймыз. Осындай орташа көлемдегі 2 қызанақты аламыз. Кішкентай болса 3 қызанақ алсаңыздар болады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай қабықтарын ғана тіліп алып, үстінен біз қайнап тұрған ыстық суды құйып, бетін жауып, 10-15 минут уақытқа қойып қоямыз. Бізге бұл қызанақтардың қабығы қажет емес, сондықтан қабығын алып тастау үшін осылай жібітіп аламыз. 15 минут уақыт өткеннен кейін осылай қабығы әдемі болып жібіп, тез-тез алынады. Енді осыны қазір біз блендермен езіп алатын боламыз. Егер блендер табылмай жатқан болса, кәдімгі шанышқының немесе талқушканың көмегімен езсеңіздер де болады. Ең бастысы ешқандай түйіршік қалмау керек. Мінекей осылай езіп дайындап алдық. Енді бізге пиццаның соусын дайындауға тағы да 2 тісше сарымсақ қажет болады. Сарымсақты міндетті түрде қосамыз. Сарымсақты үккіштен өткізіп дайындап қоямыз. Және де пиццаның соусына негізгі дәм беретін осы орегано дәмдеуші болып табылады. Бұл орегано кез келген супермаркеттерден және де магазиндерден оңай табылады, сондықтан іздеп көріңіздер. Сонымен қатар бізге осындай паприка қажет. Паприканың да пакеттегі түрін емес, базарда килограмдап, грамдап сататын жерден алғандарыңыз дұрыс. Осы түрі жақсы дәм береді. Табамызға енді 3 ас қасықтай сұйық майды құйып, бірінші сарымсақты қуырып аламыз. Газдың астын өте баяу етіп қойыңыздар. Сарымсақты бір 30 секундтың көлемінде қуырсаңыздар жеткілікті, көп ұстамаңыздар. Одан кейін жаңағы орегано дәмдеуішінен 1 шай қасық толтырып саламыз. Оны да бір 20 секундтың көлемінде ғана араластырып қуырыңыздар. Қатты күйіп кетпесін, күйіп кетсе иісі, дәмі жаман болып қалады. Одан кейін үстінен жаңағы тартылған қызанағымызды құямыз.
Осылай жақсылап араластырып жібереміз. Баяу отта бір минуттай тұрады. Одан кейін біз үстінен бір шай қасық жаңағы тәтті паприканы қосамыз. Паприканы салып араластырып, тағы да кішкене отта ұстаймыз. Одан кейін біз дәміне қарай тұз қосамыз. Тұзды қатты көп салмаңыздар. Мен жарты шай қасықтай қостым. Оның өзі кішкене көптеу болып кетті. Сіздер бұдан да кішкене аз қосып көріңіздер. Жақсылап араластырып аламыз. Бір 30 секунд тұрғаннан кейін астын өшіре беріңіздер. Осымен біздің пиццамыздың оригинал соусы дайын болады. Пиццаға ешқандай кетчуп майонез қолданбай, өзінің осындай әдемі соусымен дайындасаңыздар, өте дәмді болады. Енді біз қамырымызды көреміз. Қамыр көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып көтеріліп, дайын болып тұр. Ешқандай қолға жабыспайды, өте нәзік, жұп-жұмсақ. Енді біз пиццаны дайындауға кірісеміз. Пиццаға мен өзім осындай Эмир фирмасының моцарелласын және де фермерский ірімшігін қолданамын. Пиццада жақсы ериді. Ал пиццерияларда бағасы қымбаттау моцарелла ірімшігін қолданады. Оның бағасы қолжетімсіз болса, осы екі ірімшікті алсаңыздар болады. Және де Комо Country ірімшігі де жақсы ериді. Сондай-ақ шұжықтан мен Das фирмасының осындай халал колбасасын қолданамын. Шұжықты да видеода көріп тұрғандарыңыздай қатты қалың етпей, жұқалап, кәдімгідей домалақтап турап шығамыз. Енді қамырымызды алып, ұн себелеп қолымызбен осылай басып отырып жайсақта болады. Егер сіздерге ыңғайсыз болса, кәдімгі оқтаумен жайып алсаңыздар да болады. Қамыр жұп-жұмсақ, өте нәзік болғандықтан қолмен осылай тез-тез әдемі жайылады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай пиццамыздың қамырын жұқалау етіп, әдемілеп, дөңгелетіп жайып аламыз. Сонымен қатар пиццамыздың шеттері кішкене қалыңдау болып тұру үшін шеттеріне бортик шығарып алсақ болады. Ол үшін осылай шеттерін қолымызбен басып қайырып аламыз. Енді қайырып шыққаннан кейін қамырды келесі бетіне қарай аударамыз. Формамызға пергамент қағазын төсеп, осы пергаментке орналастырамыз. Міндетті түрде пергамент төсеңіздер, өйткені асты жабысып қалуы мүмкін. Енді қамырымызға жаңағы дайындап алған соустан шамамен 3 ас қасықтай салып, барлық жағына біркелкі етіп әдемілеп жағып шығамыз. Менің каналыма кіріп көрсеңіздер, басқа да етпен, қазымен және де тауық етімен жасалатын пиццалардың түрлері бар. Енді біз жаңағы ірімшігімізден бетіне себеміз. Бір пиццаға шамамен 150-200 грамдай ірімшікті салсаңыздар болады. Барлық жағына біркелкі етіп жайып аламыз. Одан кейін жаңағы колбасаларымызды осылай әдемілеп қойып шығамыз. Ал осы уақыт аралығында біздің пісіретін пешіміз қызып дайын тұру керек. Менде дәл осындай пеш. Ең максималды қызу шегіне қоямыз. 280 градус болса 280-ге қоясыздар, 300 градус болса 300-ге қойып қыздырасыздар. Және де пештің асты да үсті де қосылып тұру керек. Енді қызып тұрған пешке жаңағы дайындаған пиццамызды салып, бір 7-8 минуттың көлемінде ғана ұстаймыз. Будильник қойып, минуттарын қарап отырыңыздар. Одан артық тұрса күйіп кетуі мүмкін. Ірімшігі күйіп, және де қамыры қатты болып қалады. Енді әркімнің пешінің қызу деңгейі әртүрлі. Сондықтан өздеріңіздің пештеріңіздің ыңғайына қарай пісіріп алыңыздар. Ары кетсе 10 минут, одан артық пісірмеңіздер, өйткені пиццаның қамыры нан сияқты қатты болып қалады, және де ірімшігі күйіп кетеді. Көріп тұрғандарыңыздай пепперони пиццамыз өте әдемі болып пісіп шықты. Қамыры шикі болып қалмайды, қорықпаңыздар, өйткені қамыры жұқа жайылған және де жоғары градуста піскендіктен барлығы толықтай піседі. Келесі маргарита пиццамызды да біз дәл солай қамырын жұқалап жайып, үстінен соусын жағып, және де ірімшігін осылай әдемілеп төсеп аламыз. Енді қызанақтарымызды жұқалап тілікшелерге бөліп турап, пиццамыздың бетіне тізіп қоямыз. Бұл пиццаны да 280 градуста 7-8 минуттың көлемінде пісіріп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай бұл пиццамызда өте әдемі болып пісіп шықты. Балапандарыңызға жасап беріңіздер, ұнайтынына сенімдімін. Менің каналымда жаңа айтып өткенімдей басқа да тауық етінен жасалатын және де қазы қосылып жасалатын, сонымен қатар фарш қосылып жасалатын болонезе пиццаларының да оригинал рецептісі бар. Каналға міндетті түрде подписаться батырмасын басып тіркеліп қойыңыздар. Осындай керемет оригинал мастер-класстармен бөлісіп тұрамын. Видео ұнаса міндетті түрде лайк басып, төмен
төменде өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Осы пиццалардың ссылкасын мен төменде жазып қалдырамын. Менің каналыма кіргеннен кейін жоғарыдағы видео дегенді бассаңыздар, барлық видео рецепттерімнің тізімі шығады, және де плейлист дегенді бассаңыздар, фастфуд деген бөлімде осы пиццалардың рецепттері бар. Каналға міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар.